Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дастарханда өте әдемі көрінетін, әрі дәмді муравейник тәттілерінің рецептісімен бөлісетін боламын. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп қоңыраушаны баса отырыңыздар. Әрі видеоны соңына дейін көрулеріңізді кеңес етемін. Муравейник тәттісіне ең алдымен біз 500 грамм ұн, 200 грамм бөлме температурасындағы сары май, 100 грамм қаймақ, шымшым тұз, 2 жұмыртқа және қамыр қопсытқышты дайындап аламыз. «500 грамм ұнымызға шымшым тұз және қамыр қопсытқышты салып араластырып аламыз. Енді осы ұнымызға бөлме температурасында тұрған жұмсақ майымызды бөліп салып араластырамыз. Шанышқының көмегімен немесе қолдарыңызбен де араластырсаңыздар болады. Одан соң 2 жұмыртқамызды жарып, оның үстіне 100 грамм қаймағымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Осылайша өте қатты емес, осындай қамыр илеп, төртке бөліп, оны тоңазытқышқа салып қоямыз. 4-5 сағатқа салып қою керек. Мен бір күн бұрын жасап салып қойдым. Мінекей бір күннен кейін алып шығып, енді осы қамырымызды теркадан өткіземіз. Муравейнигімізді пісіретін противеньді алып, оның үстіне фольга немесе пергаментная бумага төсейміз. Мен фольга төседім. Енді осы қамырымызды үккіштен өткізіп, осы противеньге жайып саламыз. Мінекей осылайша үккіштен өткізіп, осындай менде 2 противень шықты. Осылай 2 противеньге салып, одан соң қызып тұрған духовкамызда муравейниктеріміз қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей осындай болып менде қызарып пісті. Одан соң оны бір ыдысқа салып үгітетін боламыз. Қатты күйдіріп жібермеңіздер, осындай әдемі қызарып, өзі сарғыш болып қызарып шығады. Ендігі кезекте муравейнигімізге крем дайындаймыз. Оған қайнатылған қою сүт, яғни вареная сгущенка мен комната температурасында тұрған майды араластырамыз. Негізінен блендермен айналдырып алсаңыздар, әдемі сұйықтау крем шығады. Мінекей осы видеода көріп отырғандай жасаңыздар, сонда араластыруға ыңғайлы сұйықтау крем болып шығады. Енді муравейнигімізді алып үгітеміз. Өте майдағы үгітіп жібермеңіздер. Мен осындай оқтаудың көмегімен кішкене ұрғылап үгіттім.
Осылай үгітіп дайындап алғаннан кейін кремімізді тағы да бір араластырып, бөліп құйып, массамызды енді араластырып, әбден жақсылап араластырып, муравейнигімізді дайындаймыз. Енді осы массаға мен мынандай арахис жаңғағын қостым. Бірақ енді бұл міндетті емес. Оны енді өздеріңіз білесіздер, қандай жаңғақ қоссаңыздар да болады. Бірақ міндетті емес. Енді муравейнигімізді мынандай қалыптарға құйып қатыратын боламыз. Ол үшін досточканың үстіне мен целлофан төседім, жабысып қалмас үшін. Одан кейін осындай рюмкалар таңдап алып, осылардың формасында төмпешіктер жасайтын болам. Міне өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, муравейнигіміз өте жұмсақ, қазір қоймалжың жабысқақ болып тұр. Сондықтан да стаканға жабысып қалмас үшін целлофан кигізіп, сол целлофанға стаканның ішіне муравейникті нығыздап саламыз. Одан соң досточканың үстіне біртіндеп түсіріп отырамыз. Сонда осындай видеода көріп отырғандарыңыздай төмпешіктер пайда болады. Мінекей енді осындай муравейник, яғни құмырсқаның илеуі дейді ғой қазақша. Осы пирожныйларымыз дайын болды. Енді осының үстін әрлеу үшін мен Қазақстан шоколадын алып, оған кішкене май қосып, осындай ганаш жасап алдым. Одан соң оны осындай кондитерлік қалташаға құйып, муравейниктердің үстін осы видеода көріп отырғандарыңыздай әрлеп шықтым. Және де оның үстіне жартысына мак септім, жартысына кокос ұнтақтарын сеуіп шықтым. Бұл да міндетті емес, енді өздеріңіздің қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Енді осы муравейникті мен осындай пирожный түрінде жасадым. Бұны торт ретінде де, торт формасында да жасауға болады. Оның бәрі енді өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты, қалаған формаларыңызда жасап, қалаған өздеріңіздің көңіліңізге келетін етіп әрлесеңіздер де болады. Осындай муравейниктер кез келген дастарханның көркі, әрі дәмді. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Егер сіздерге ұнап пайдалы болып жатса, менің видеома лайк басып, пікір жазып, осы менің каналымның өркендеуіне үлес қоса отырсаңыздар екен деймін. Менің каналымда бірге болып, видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.